Сәлем достар, бүгін сіздермен психология ғылымының зерттеу әдістері жайлы айтатын боламын. Яғни психологияның басқа ғылымдар сияқты өз әдістері бар. Ғылыми зерттеулердің әдістері практикалық ұсыныстарды шығару және ғылыми теория құру үшін керекті мәліметтер алынатын тәсілдер мен құралдар. Әрбір ғылымның дамуы көбінесе пайдаланылатын әдістердің жетілгендігіне және олардың қаншалықты сенімді екендігіне байланысты. Мұның барлығы психологияға да қатысты. Психология зерттейтін құбылыстардың күрделілігі мен көптүрлілігі, ғылыми танымға қиындығы соншалықты психологиялық ғылымның жетістіктері тек осы әдістерге байланысты болған. Психология жеке ғылым ретінде 19 ғасырдың ортасында бөлінген, сондықтан да ол философия, математика, физика, физиология, медицина, биология және тарих сияқты ескі ғылымдардың әдістеріне сүйенеді. Сондай-ақ кез келген дербес ғылымның өзіне ғана тән әдістері бар екенін атау керек. Ондай әдістер психологияда да бар, олардың барлығы екі негізгі топқа бөлінеді. Психологияның зерттеулердің негізгі әдістері субъективті, объективті деп екіге бөлінеді. Субъективтіге біз бақылау, сауал, тестті жатқызамыз, ал объективтіге объективті жобалы тесттер мен табиғи зертханалық эксперимент және модельдеуді жатқызамыз. Субъективті әдістер, яғни сыналушылардың өзін-өзі бағалауына немесе олардың өзінше есептеріне, сондай-ақ кейбір құбылыстарға сыналушылардың айтқан пікіріне немесе алынған ақпараттарға негізделген. Психология дербес ғылым саласына айналғаннан бері субъективті әдістер бірнеше кезекте дами бастады. Яғни соның бірі бақылау әдісіне келіп тоқталатын болсақ, психологияда кең таралған әдістің түрі зерттеуші басқа адамның іс-әрекетін, оның мінез-құлқын, психикасын, қозғалысын, сөйлеген сөзін жоспарлы түрде бақылайды. Адамның мінез-құлқын дұрыс түсіне білудің де маңызы зор. Мысалы, оқушының бет-әлпетіне ден қоя берудің қажеті жоқ. Кейде оқушы зер салып отырған адамның кейпінде болады, ал шындығында ол мұғалімнің айтып жатқанын тыңдамай отыруы мүмкін. Сондықтан балалардың жай-күйін білу үшін оларға зер салып қарау жеткіліксіз. Басқа әдістерге жүгініп сұраулар қоюды қолдану керек. Баланың іс-әрекетін сабақ үстінде, сыныптан тыс оқып үйренуде үй іші жағдайында үнемі бақылау жасай отырып, мұғалім оның оқуға, жолдастарына, өзіне және үлкен адамдарға қарым-қатынастарының қандай екендігін біледі. Оқушыға бақылау жасау арқылы оның темпераментін, мінезін, қабілетін білуге болады. Сондай-ақ тәжірибелік бақылау бар. Ғылыми зерттеу жүргізуде эксперименттік әдістің мәні сыналушыға зерттеуге қажет психикалық процесті әдейі жасатады. Мысалы, мәтінді дұрыс түсініп игеруде оны оқудың қолайлы шапшаңдығын білу үшін белгілі бір әңгіме үзіндісін бірінші топқа тағы балаларға, яғни 3 минутта, екінші топтағы балаларға 5 минутта, үшінші топтағы балаларға 7 минутта оқытылады. Бірқатар тәжірибе жасаудың негізінде оқу материалын жақсы түсініп, есте сақтау үшін оқудың орташа қарқындығы дұрыс деген қорытындыға келеді. Яғни тәжірибенің өзі екі түрге бөлінеді: зертханалық тәжірибе және табиғи тәжірибе болып. Арнаулы аспаптар қолданылып жасалған тәжірибе, яғни зертханалық тәжірибе деп аталады. Мәселен, тері сезгіштігін байқау үшін эстезиометр қолданады. Қазіргі кезде ғарыштық игеру мен медицинаның қарқынды дамуына байланысты қасындағы отырған адамның психологиялық күйін, физиологиялық қалпын біліп қана қоймай, арнаулы аспаптар арқылы алыста тұрған адамның да ішкі күйін біле аламыз. Соның бірі радиорефлексометр. Бұл аспап арқылы ғарышта ұшып жүрген ғарышкерлердің рефлекстерін бақылап отыруға болады. Психология пәнінде қолданылатын тәжірибе әдісінің тағы бір түрі табиғи тәжірибе деп аталады. Жоғары айтылған әдістер мұның айырмашылығы сол: табиғи тәжірибе зертханада емес, оқушының күнделікті үйреншікті ортасында өткізіледі. Бұл әдісті өзінің ғылыми тәжірибесінде бірінші қолданған орыстың психологы Лазурский 1874-1917 жылдары
өмір сүрді. Оқушылар өздерін еркін сезінеді. Көбінесе оның психикалық процестері зерттеліп жатқанын, мінез-құлқы, оның жауаптары мұқият жазылып алынып жатқанын көбіне біле бермейді. Жабық камера арқылы магнитофон әңгімелесу әдісі, яғни бақыланып отырған адамның зерттеушіге берген жауаптарынан құралады. Қойылатын сұрақтарды алдын ала ойлап алған жөн. Сұрақтар әңгіме етілетін тақырыпты толық қамтуы тиіс. Ал қойылған сұрақ балаларға түсінікті болу керек. Әңгімені бір адаммен емес, бірнешеуімен, тіпті тұтастай сыныппен өткізуге де болады. Әңгіменің мұндай түрі зерттеу нысанындағы оқушылардың жауабы бір-бірімен салыстырып отыруға мүмкіншілік туғызады. Психологияда сонымен бірге адам қызметінің нәтижесін зерттеу әдісі пайдаланылады. Мәселен, шығармаларын, суреттерін, күнделіктерін, хаттарын зерттеу. Зерттеу әдісінің түрі сауалнама. Зерттелінетіндердің сұрақ-жауап қою арқылы ақпарат алуға негізделген. Сауалнама жүргізудің бірнеше нұсқасы бар. Олардың әрқайсының артықшылығы және кемшіліктері де бар. Сауалнаманың 3 түрі бар. Олар ауызша, жазбаша және еркін. Ауызша сауал әдетте зерттелушінің реакциясы мен мінез-құлқына бақылау жасау үшін қолданылады. Сауалдың бұл түрі жазбашаға қарағанда адам психологиясына терең бойлатады. Себебі зерттеушінің қоятын сұрақтары зерттелушінің мінезіне қарай түзетіле алады. Мұндай нұсқа көп уақытты алады, арнайы дайындықты қажет етеді. Өйткені жауаптардың объективтілігі зерттеушінің мінезі мен тұлғалық ерекшеліктеріне де байланысты. Жазбаша сауал аз уақыттың ішінде көптеген адам санын қамти алады. Мұның ең көп тараған түрі анкета әдісі. Оның кемшілігі мынада: қойылған сұрақтарға зерттелушілердің реакциясын біле алмайсың және зерттеу барысында оның мазмұнын өзгерте де алмайсың. Еркін сауал жазбаша және ауызша сауалнаманың бір түрі. Мұндай қойылатын сұрақтар алдын ала белгілі болмайды. Мұндай сауалнама зерттеудің тактикасы мен мазмұнын оңай өзгертуге болады. Онда зерттелуші жайлы әртүрлі ақпарат алуға болады. Сонымен қатар стандартты сауалнама уақытты аз алады. Ең бастысы, нақты зерттелуші жайлы алынған ақпарат басқа адамның ақпаратымен салыстырылады. Өйткені мұнда сұрақтар өзгеріп отырады. Сауалнама әдісін қарастыра келе, біз алынатын ақпараттардың дәл екендігі жайлы және психологиядағы сандық және сапалық сипаттама проблемаларына тірелеміз. Бір жағынан психологтардың проблема зерттеудің объективтілігімен байланысты. Психологтар өзіне көптеген бері мынандай сұрақ қойып жүр: бақыланып жүрген құбылыстың кездейсоқ екенін немесе оның объективті бар екенін мен дәлелдеуге болады деген. Психологияның қалыптасуы және дамуы барысында эксперимент нәтижесінің шынайылығын дәлелдейтін әдіснамасы анықталды. Бұған дәлел сондай жағдайлардағы басқа зерттелушілерді зерттеудегі нәтижені қайталау. Ұқсастықтар көп болған сайын табылған құбылыстың бар екендігі жоғары. Бұл нәтижелерді салыстыруға болатындығы проблемасы да байланысты. Әртүрлі адамдардың белгілі бір психологиялық мінездерін қалай салыстыру қажет. Психологиялық құбылыстардың мөлшерлі бағалау 19 ғасырдың екінші жартысынан басталады. Сол кезде ғана психологияны дәл және пайдалы ғылым ретінде жасау қажет болды. Одан ерте 1835 жылы қазіргі статистиканы жасаушы Кетленнің «Социальная физика» кітабы жарық көрді. Кетлен бұл еңбегінде мүмкіндік теориясына сүйене отырып, ол теория бойынша адамдардың мінезін белгілі бір заңдылықтарға бағынатындығын анықтады. Статистикалық материалдарды талдай келе, ол адамдардың отбасы құруы, өзіне өзі қол жұмсауы және тағы басқа сияқты актілеріне мөлшерлік сипаттама беретін тұрақты мән алды. Бұл актілер алдында еркін болып саналатын Кетленнің қалыптастырған тұжырымы қоғамдық құбылыстарға метафизикалық көзқарастан туындаса да, ол көптеген жаңалық әкелді. Мысалы, Кетле: егер орташа мән тұрақты болса, онда оның артында физикамен салыстыруға болатын шындық тұруы қажет. Соған орай статистикалық заңдар негізінде әртүрлі құбылыстарды болжауға болады деді. Бұл заңды түсіну үшін әрбір адамды жекелеп зерттеу керек. Зерттеу объектісі ретінде көптеген адамдардың мінез-құлқын арқылы негізгі әдіс статистика болуы қажет. Яғни бүгін сіздермен
сауалнама әдісімен тоқталдым. Келесі жолы қалған әдістермен бөлісетін боламын.